Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, білім алушылар мен оқытушылар. Мен Жұманова Айжан Нұрғизатқызы, Алматы сән және қызмет көрсету саласы колледжінде өндірістік оқыту шебері болып жұмыс жасаймын. Мен сіздерге өзімнің сабағымнан кішігірім видеороликті сіздерге ұсынамын. Саламатсыздар ма, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы екілер дайындау технологиясы, классикалық тәсілдер мен заманауи әдістер. Бүгінгі тақырыпта бастамас бұрын бірінші қауіпсіздік ережесін еске салу өтеге. Қауіпсіздік ережесіне не кіреді? Не істейміз саған кірмес бұрын? Кірместен бұрын біз ең алдымен тазалықты сақтаймыз, яғни қолымызды жуып, формамызды дұрыстап, сосын ауыстыратын аяқ киімімізді ауыстырып, жеке гигиенаны сақтап, сосын бірақ кіреміз ең алдымен. Тағы не сақтауымыз керек? Техникалық қандай ережелер бар? Техникалық пышақпен абай болу керек, сонымен қатар біз газға жақындаған кезде перчаткамызды шешіп тұрып. Не тағы қандай бар? Одан кейін әшекей, сырға бойлар Дұрыс. Шашын алу болу керек. Жақсы. Енді сабақ бастамас бұрын алдарына мен сіздерге инверталар қойып қойдым. Бұл сіздерде жаңағы кондитерлік өнімді жасаған кезде керек болатын жаңағы ыдыстар және лопаткалар десек болады. Және алдарында, әрқайсының алдарында тек карта тұр. Бұны технология карта деп атайды. Сіздер жаңағы арнайы пәнді өтіп жатсыңдар, сіздерден бұйырсам дайындалу тек картасын сіздерге үйретеді. Бұның ішінде бірінші өнімнің атауы деген тұр. Көріп тұрсыңдар ғой, жаңағы мысалы бізге екілер жасаймыз, соның ішінде жаңағы қандай ингредиенттер керек, соның аты жазылады. Брутто дегеніміз, мысалы өнім, жаңағы мысалы жұмыртқа болса, жұмыртқаның сыртқы жаңағы қабығымен бірге өлшенетін өлшемі. Мысалы жұмыртқа сыртымен бірге 50 грамм болатын болса, ол брутто болады. Ал нетто деген жаңағы жұмыртқаны жарғаннан кейінгі қабығынсыз есептелген масса. Түсініңдер ғой, Келесі қазір біз бұл екілердің өзінің основасын дейміз ғой, жаңағы тесттан жасамас бұрын бірінші кремнен бастаймыз. Өйткені ол қайнатпалы крем жасаймыз қазір біз. Қайнатпалы крем жасағаннан кейін ол міндетті түрде су керек, жаңағы екілердің ішіне салмас бұрын. Түсінікті ғой? Келесі жасалу жолы, жаңағы бұл жерде қалай жаңағы екілерді қалай жасаймыз, қалай не істеу керек, жаңағы әрбір жасалатын жолдарының рет-ретімен жазылған. Келесі жолы тек картаны өздерін жасап келесіңдер сабаққа. Түсінікті ғой? Сабақ тақырыбы екілер дайындау технологиясы. Бүгін сіздермен екі түрлі екілер дайындаймыз. Біреуі классикалық, екіншісі заманауи түрде. Сабақтың мақсаты мен күтілетін нәтижелер. Сабақтың мақсаты студенттерге қайнатпа қамырды дайындау технологиясын меңгерту және пішіні біркелкі, іші қуыс, сапалы екілер жасауды үйрету. Сабақтың міндеттері: қайнатпа қамырды рецептурасы мен ингредиенттердің рөлін түсіндіру, кондитерлік қапшықпен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру, еңбек қауіпсіздігі мен санитарлық нормаларды сақтау. Күтілетін нәтижелер: сабақтың соңында студент қайнатпа қамырды консистенциясын дұрыс анықтай алады, екілерді бірдей көлемде қалыпқа келтіреді, дайын өнімнің ақауларын талдап, оларды болдырмау жолдарын біледі. Бұл екілердің танымалдылығын білесіздер, неше түрлі түрі бар. Жаңағы біріншісі в основном көбінесе кездесетіні ваниль түрі, шоколадты, құлпынай және бұл жерде бананды деп жазу керек еді, фисташкалы және жидекті болып бөлінеді. Бүгін біз сіздермен ванильді және шоколадты болып екі түрлі десертті жасаймыз. Екілердің негізгі құрамы, жаңа айтып кеткенде сүт немесе су құйылады. Сүт құйсаңдар жаңағы өнімнің екілер дәмін өте жақсы береді. Сары май, жұмыртқа, тұз, қант және ұн қосылады. Енді әрі қарай бүгін сабаққа жасаған видеоролигімді бірге тамашалайық. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Диана. Қазір сіздерге эклер десерттері туралы айтатын боламын. Эклердің атауы француз тілінен аударғанда найзағай дегенді білдіреді. Себебі бұл десертті жегенде ол өте тез әрі жеңіл желінеді. Ал енді мен сіздерге эклерді қалай дайындайтынын көрсетемін. Бізге су, сары май, тұз, қант, ұн және жұмыртқа қажет. Бастапқыда су мен сүтті, сары майды, тұз бен қантты кастрюльде сәл қайнатамыз. Сосын бірден ұн қосып тез араластырамыз. Қамыр кастрюльге жабыспауы керек. Қамырды 5-10 минут салқындауға қалдырамыз, бірақ толық суымауы керек. Енді жұмыртқаларды қосып миксермен араластырамыз. Сосын кондитерлік қапқа саламыз. Эклерлерді 20-25 минут пісіру қажет. Крем дайындау үшін
Сүт, ваниль, жұмыртқа, қант, ұн және крахмал қажет. Сүтті жылытып, ваниль қосамыз. Сосын жұмыртқа сарысы мен қантты араластырамыз. Үстіне ұн мен крахмалды қосып, бір текті масса жасаймыз. Ең соңында сүтті аз-аздан қосып, қайнатпай баяу араластырамыз. Кремді кондитерлік қапқа салып, эклердің ішіне толтырамыз. Енді қара шоколад пен сары майды ерітіп, эклердің үстіне жағамыз. Осымен біздің эклер десерттеріміз дайын. Назарларыңызға рахмет, сіздерде эклер десерттерін жасап көріңіздер. Алар өте тек артта болады. Таразыны 0-ге қойып аламыз. Ыдысты қойғаннан кейін бесі шығады ғой. Тара дегенді басамыз ерте тұр. Бұл жаңағы ыдыстың массасын алып тастайды. Бірінші біз сүтті құямыз. Сүтті қойдым. Тараны басамыз. Бұл екенді. Оны бізде 120 грамм. Бәрін құрғатып аламыз, түгел міне. Ағасында кішкене қатпар қалу керек. Жаңа оқыдық қой. Міне, қамыр бір келікке жаңа неде жылтырап тұрған, ішінде комочек болмау керек міне. Көріп тұр ма? Мынаның астында міне қабыршақ бар. Видеосын жіберем. Міне. Қатты қиындық ештеңе жоқ оның. Суды қайнатып, қайнағаннан кейін ұн қосасыңдар да бір тез араластырасыңдар. Болды. Қыздар біздің еклеріміз пісіп шықты. Өздері жайғандарын дөңгелек пішінді болып шықты. Ішіне толған ауа. Қазір еклерді не үшін ішіртеседі екенбіз? Себебі эклердің ішінде ауа қалмау үшін, толық крем жайылу үшін. Толу үшін. Енді бетіндегі әсемдейміз тек қана. Бізде обычный жаңағы классикалық еклер және заманауи еклер. Бірінші классиканың бетіне жай ғана сахарный пудра, яғни қант ұнтағын себеміз. Так, екіншісі Қыздар, бүгінгі біздің сабағымызды аяқтаймыз. Көргендеріңіз еклердің бәрін жасадық, салмасын салдық және әсемдедік. Яғни сіздерге қазір қорытындылай сұрақ қоям жасаған өнімдеріміз бойынша. Сонымен еклер қай елде шыққан және қазақша қандай мағына береді? Бізде еклер Францияда шығарылған, және де қазақшасы найзаға деп аударылады. Дұрыс. Және келесі сұрақ, жаңағы еклер классикалық заманауи түрі ерекшеліктері бір-бірінің айырмашылығы неде? Сыртқы безендіруден, ішіндегі шыңқасынан. Дұрыс. Жаңағы еклер түсіндік деп ойлаймын, іште қалай жасадық, не істедік, соны үйде қайталайық. Кім жасайды, видео жібереміз маған міндетті түрде, немесе осыны әкеліңдер, бірге дәмін көріп, бірімізге бағамызды беретін боламыз.